Сәлем достар, менің есімім Әселхан, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен Ализа Пуф жүбімен осындай пинетка тоқып үйренетін боламыз. Видеоны қарамас бұрын менің парақшама тіркеліп, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыз. Бізге пинетка тоқу үшін ине жіп, қайшы және де Ализа Пуф жібі керек. Өздеріңізге ұнаған кез келген түсті жіпті қолдансаңыздар болады. Достар, мендегі бұл пинетка 1-2 айлық балаға арналған. Мен сіздерге қазір одан үлкен размерде 5-6 айлықтағы балаларға арналған пинетка тоқып көрсететін боламын. Ең алдымен жібіміздің бірінші бөлігін тарқатып аламыз. Достар, мен қазір 8 петлямен тоқитын боламын. Егер сіздер осы кішкентай көлемде тоқуларыңыз келсе, онда сіздер 6 петлямен жұмыс жасайтын боласыздар. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Дәл осы 8 петлямызды тоқып шығамыз. Өзіне тоқып шығатын боламыз. Bir, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Мінекей менде барлығы 8 петля болды. Енді осы жерде мінекей бізде 2 шеті бар. Осының әрқайсысына біз қазір 1 петлядан тоқып шығамыз. Тек қана 2 шетінен 2 петлядан тоқитын боламыз. Бізде мынау соңғысында 1 петля тоқылып тұр. Осы жерге тағы да 1 петля өткізіп аламын. Мінекей 2 болды. Енді мынау ортадағы 6 өрілгеннен 1 петлядан өткізіп алатын боламыз. Соңғы өрілген жерден біз 2 петля аламыз. Біреуін оң жақтан алдым, екіншісін сол бетінен аламын. Қалған өрілген жерін барлығынан біз 1 петлядан өткізіп шығамыз. Мінекей достар, біздің петляларымыз бір-біріне симметриялық күйде орналасты. Менде барлығы осы петлялардан 16 болды. Енді біз осы қатарды қосатын боламыз. Қатарды қосу үшін бізде осы жерден жіптер жұмыс жібі аяқталды. Жұмыс жібі аяқталған жерден емес, оның үстіңгі бөлігінен алып біз қатарымызды қосамыз. Яғни петляларымызды бір-бірінен өткізіп шығамыз. Мінекей достар, қатарымды қосып шықтым. Енді біз соңғы қатарына жасыру үшін, бізде әдемі болып қосылу үшін біз бірінші тұрған қатардан өрілген жерден жұмыс жібін өткізіп аламыз. Осы өткізген петлямыздан енді біз соңғы петлямызды өткізіп аламыз. Мінекей бізде қатар осылай әдемі болып қосылды. Енді біз келесі қатарымыз тоқимыз. Келесі қатарларымызды осы тұрған өрілген жерлерден тоқитын боламыз. Ең алғашқы петлямызды біз өткізіп аламыз. Қалған петлямыздың барлығын біз өрілген жердің біз астынан өткізетін боламыз. Астыңғы бетінен өткіземіз.
Қатар тоғып шықтым. Енді біз қатарымызды қосатын боламыз. Мінекей достар, қатарымыз тоғып шықтым. Енді біз келесі қатарды дәл осылай тоқимыз. Осы тұрған, яғни бөлген жерлерден тоқимыз. Бұл жолы біз астынан емес, бірақ үстінен алатын боламыз. Жұмыс жібін үстінен шығарып аламыз. Бізде барлығы 16 петля шығу керек. Енді достар, қатарымызды қосып шығамыз. Бұл қатарда қосып шықтық. Енді бізде мынау жіпті осы астыңғы бүктен жасырып, ине жіппен тігіп аламыз. Қалған бөлігін қайшымен қырқып аламыз. Келесі қатарды тоқимыз. Келесі қатарда тағы да осы тұрған өлген жерлерден петляларымызды өткізіп шығамыз. Достар, мен бұл қатарды жалғап біттім. Енді біз пинеткамыздың алдыңғы бөлігін, яғни осы жерін шығарып алатын боламыз. Ол үшін біз, бізде жұмыс жібі аяқталған жерден, бізде дәл мына жерде екі ортасы бар. Мына жақтан екеуі бар. Осы екеуі шеттерінде бізде 6 петлядан қалады. Біз енді осы жерде осы екеуін және де қасына тұрған 2 петляны алатын боламыз. Егер сіздер осындай кішкентай өлшемде тоқып жатқан болсаңыздар, сіздер дәл осы жеріне келген кезде алдында тұрған осы 4 петляны ғана қолданасыздар. Ал мен үлкен размер тоқып жатқандықтан осы алдында тұрған 6 петляны қолданатын боламын. Ол үшін біз некені тұрған жұмыс жібіне осыларды кезектесіп кіргізетін боламыз. Ең алдымен осы беттегіні өткізіп аламын.
және мына беттегісін. Барлығын біз жұмыс жібіне өткізіп жатырмын, достар. Осы жерде шатасып кетпеңіздер. Осылай алды шықты, я. Енді біз қатарымызды тағы қосып шығамыз. Бұл жерге теспейміз. Осы жерден бастап қатарды қосамыз. Соңғы осы тұрған петляны да қатарға қосып аламыз. Енді достар, әр осы петлядан тағы да бір рет тоғып шығамыз. Менде барлығы 10 петля тоқылды. Мына жердегі менде 11 болды. Енді қатарымызды қосып шығамыз. Қатарымызды қосып шықтым. Енді тағы да осы өрілген жерлерден петляларымызды өткізіп шығамыз. Қатарымыз аяқталды. Тағы да петляларымызды өрілген жерлерден өткізіп алып, қатарларымызды қосамыз. Дәл осылай етіп, достар, өзіміз 3 қатар тоқып шығамыз. Неке достар, мен 3 қатар тоқып біттім. Енді біз қатарымызды аяқтаймыз. Алдыңғы қатарында жібін шешіп аламыз. Жіптерімізді жасырып, ине жіппен тігіп аламыз. Қалған бөлігін қайшымен қырғылап тастаймыз. Неке біздің пинеткамыз дайын болып қалды. Осындай жібімізді тарқатып алып аламыз. Және де пинеткамыздан өткіземіз. Осылай өткізіп алып, жібімізді әдемілеп гүл етіп байлаймыз. Қалған бөліктерін қайшымен қырқып аламыз.
Достар, дәл осылай етіп екінші аяғында тоқитын боламыз. Мінекей достар, мен екінші аяғында тоқып біттім. Біздің пинеткамыз өте әдемі болып шықты. Соңына дейін менімен болғандарыңыз үшін рахмет. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыз.